Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 27-ші сабақ жай сөйлем мен құрмалас сөйлем тақырыбын жалғастыратын боламыз. 59-ші жаттығу сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Біздің сынып шәкірттері тәртіпті, білімді болса, өтір, ұстаз қуанады. Нүкте қоямыз, нүктеден кейін балалар бас әріппен жазамыз, туған жерге туың тік. Нүкте. Туған жерде жер болмас, өтір, туған елде ел болмас, нүкте. Мен өз елімді сүйемін, нүкте, бірлік болмай, өтір, тірлік болмайды. Ал енді балалар 59-ші жаттығу бойынша тапсырма, сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт дейді. Мұнда балалар біздің сынып шәкірттері тәртіпті, білімді болса, ұстаз қуанады деген сөйлем құрмалас сөйлеме. Туған жерге туың тік, бұл жай сөйлем. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Бұл балалар құрмалас сөйлеме. Мен өз елімді сүйемін, бұл жай сөйлем. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Бұл құрмалас сөйлем. Жазған кезде құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына қандай тыныс белгісін қойдың? Әрине балалар өтір қойдық, жай сөйлемдердің арасына өтір қойылады. 60-ші жаттығу жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемге айналдырып жаз. Асқар мектепке келді, сабақ басталып кетіпті. Балалар, мұнда екі жай сөйлем берілген, біз оны құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Яғни, ортасына өтір қоямыз, Асқар мектепке келсе, сабақ басталып кетіпті. Екінші, автобуста адам көп екен, Сәуле қарт адамға орын берді. Бұл екі жай сөйлемді автобуста адам көп болғандықтан Сәуле қарт адамға орын берді деп құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Келесі үшінші сөйлем, Маржан гүлге су құйды, гүл жайқалып өсті. Бұл екі жай сөйлемді Маржан гүлге су құйған соң гүл жайқалып өсті деп құрмалас сөйлемге айналдырамыз. 61-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Орманда үскірік жел кезді, бұталар сыбдыр қақты. Күз түсіп, құстар жылы жаққа қайтты. Қарлығаш төмен ұшса, күн жауады. Балалар берілген сөйлемдерді көшіріп жазамыз, сызбаны пайдаланып ойыңды дәлелдей білуге үйрен дейді. Мысалы, орманда үскірік жел кезді, бұталар сыбдыр қақты. Бұл құрмалас сөйлем, өйткені ол екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған. Оның құрамындағы жай сөйлемдер мағыналық жағынан байланысып, үтірмен ажыратылған. Мінекей балалар, басқа сөйлемдерді де дәл осылай дәлелдей аламыз. Болашақта кездесетін осыған ұқсас тапсырмаларда ойымызды осылай дәлелдейміз. 62-ші жаттығу мақал мәтелдерді толықтырып, олардың құрмалас сөйлем екенін дәлелде. Досы көпті жау алмайды. Дәлелдеу үлгісі: досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Құрмалас сөйлем, өйткені ол екі жай сөйлемнен тұрады. Бірінші жай сөйлем досы көпті жау алмайды, екінші жай сөйлем ақылы көпті дау алмайды. Жай сөйлемдер мағыналық жағынан байланысқан. Балалар, қалған екі мақал мәтелді толықтырып, мұнда берілген үлгі сияқты дәлелдеуіміз керек. Екінші мақал: бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Бұл құрмалас сөйлем, өйткені ол екі жай сөйлемнен тұрады. Бірінші жай сөйлем бірлігі жоқ ел тозады, екінші жай сөйлем бірлігі күшті ел озады. Жай сөйлемдер мағыналық жағынан байланысқан, сөйлемдер арасы үтірмен ажыратылады. Келесі үшінші мақал: ел боламын десең, бесігіңді түзе. Бұл да құрмалас сөйлем, өйткені екі жай сөйлемнен тұрады. Бірінші жай сөйлем ел боламын десең, екінші жай сөйлем бесігіңді түзе. Екі жай сөйлем мағыналық жағынан байланысқан, арасына үтір қойылған. 63-ші жаттығу құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Бір қарлығаш ұя салып, үтір балапандарын асырап жүреді. Бір күні жауыз жылан балапандарды жегісі келіп, үтір ұя салынған ағашқа өрмелеп шыға бастайды. Қарлығаш жыланды көргенде қатты қорқып, үтір балапандарын қорғап қалатын арашашы іздейді.
Балалар, жай сөйлемдердің арасына үтір қойып, сөйлемдерді көшіріп жазып аламыз. Ал енді осы жаттығу бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Әрбір жай сөйлемнің баяндаушын тап дейді. Бірінші жай сөйлемнің баяндаушы салып, екінші жай сөйлемнің баяндаушы асырап жүреді, үшінші жегісі келіп, төртінші өрмелеп шыға бастайды, бесінші қорқып, алтыншы іздейді. Мінекей балалар, әрбір жай сөйлемнің баяндаушын таптық. Келесі құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемге айналдырып айт. Оларды өзара салыстыр. Ал балалар, олай болса, құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айналдырайық. Бір қарлығаш ұя салды. Балапандарын асырап жүрді. Бір күні жауыз жылан балапандарды жегісі келді. Ол ұя салынған ағашқа өрмелеп шыға бастайды. Қарлығаш жыланды көргенде қатты қорқады. Балапандарын қорғап қалатын арашашы іздейді деп жай сөйлемге айналдырамыз. Бұл қай ертегіден алынған үзінді екенін айт. Балалар, бұл қарлығаш пен Дәуіт ертегісінен алынған үзінді. Ертегіні өзің одан әрі жалғастыр. Бұл ертегіні былай жалғастырсақ болады. Көкек пен қарғадан көмек сұраған қарлығашқа олар көмектесуден бас тартады. Шарқ ұшып жүрген қарлығашты көрген Дәуіт не болғанын сұрайды. Қарлығаш балапандарына жыланнан қауіп төніп тұрғанын айтып, көмек сұрайды. Дәуіт лезде балапандарға көмектесуге ұяға қарай ұмтылады. Ұяға келсе, жылан балапандарға жақындап қалған екен. Дәуіт жыланның алдына секіріп түсіп, көзін ағызып жібереді. Көзін қорғаймын деп жылан төмен қарай құлап, мерт болыпты. Қарлығаш Дәуіттің батылдығына риза болып, екеуі айнымас досқа айналыпты деп жалғастыруымызға болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.